Баршаңа сәлем, сіздермен әдеттегідей Сарбала арнасы. Бүгінгі шолуымыздың кезегі Жат елдік атты Джеки Чан түскен фильмге арнамақпыз. Экран алдына жақсылап жайғасып, соңына дейін көріңіз. Сонда ғана видеомыздың қандай дәрежеде екенін біліп бағалайтын боласыз. Ал ендеше видеоға өтсек. Фильмнің бастапқы кадрлары жас қыздың әкесінің көлігіне отырғаннан басталады. Куанг әкесі өзінің қызын Лондонның мейрамханаларының біріне кешкі асқа апара жатыр. Белгіленген жерге жеткен соң, қызы әкесінің көлігі тұраққа орналаспастан бұрын шығып кетіп қалады. Ал Куанг көлікті жүргізе берген кезде асығыс артқа жүрген көлікке соқтығысып қалады. Қарсы беттегі көлік ішінен шыққан адам ашуланып оқ атады және де бір сәтте үлкен бір жарылыс орын алады. Жарылыс салдарынан есін бірер уақытқа жоғалтқан әкесі есін жиып айналасына қараса, қызы кеткен мейрамхана тас-талқан болып қираған екен. Біраз уақыттардан соң әлдебір ғимарат ішіндегі мына бір журналист жігіт Ян Вудқа соғылған қоңырауға оған Ира атты лаңкестік топтың қалада жарылыс ұйымдастырғандығы хабарландырылады. Осыдан соң бастығының бөлмесіне келіп, осы жайлы Ян хабарлайды. Ал бастық барлық қызметкерлеріне осы оқиға бойынша зерттеу жүргізуді тапсырады. Кешкісін Ян оқиға орнынан бірер фото түсіруге барады. Онда ол қызын құшақтаған күйі жылап отырған Куангты көреді. Осы сәтті теледидардан көріп отырған бұлар бір топ Ира ұйымының мүшелері. Бөлмеге кірген жігіт бұлар операция кезінде қаншама адамның ажал құшқандығын жайлы сұрайды. 20 шақты деп жауапты да алады. Араларындағы біреуі Ирландия, яғни өз елдеріне қашып кетуді ұсынады. Бірақ топтың басшысы Лондондағы жағдай қалыпқа келмейінше ешқайда кете алмайтындықтарын айтады. Келесі күні Ирландияның қаласында Лиам Хейнесси өзінің әйелінің бар екендігіне қарамастан бөтен қатынмен жатыр. Оның есімі Мэгги. Түн ортасында оның заңды әйелінен Лондонда Ира тобының жасаған жарылысы жайлы хабарлама келеді. Сәлден соң әйелі хабарласып, бұл жайт жайлы не білетіндігін және де түнде қайда өткізгендігін сұрайды. Ал бұл жұмыс барысымен кездесуде болғандығын өтірік айтып құтылып кетеді. Бірақ әйелі де чуть-чуть сомнение ұстап қалады. Келесі күні таңертең Лиан кездесуге бара жатыр. Жолай Британия министрлігімен де хабар алмасып алады. Өзінің Ирландия министрлігіндегі лауазымын алдыға тартып, ол британдықтармен саяси тұрғыда келіссөз жүргізу үшін олардың қолдарындағы Ира мүшелерін босатуды ұсынады. Кейіннен кездесу кезінде Лиам бұл жиналғандарға кешегі жарылыстың Ира тобының ісі емес, жай ғана провокация деп айдап салу ісі деп жариялады. Бірақ араларындағы біреуі операция кезінде Ира мүшелерінің құпия сөзі қолданғандығын айтады. Ал жандағысы бұл дегеніміз Ираның адамдарының бірі. Бұлармен ақылдаспай бөлек тірлік жасап жүр деген сөз. Сондықтан бұл бөлек кеткен крысаны табу керек деп сөзін түйіндеп бастайды. Бұл уақытта англиялық лаңкестікке қарсы ұйым С-15 тобы, оған қоса Ричард Бромлидің басқаруымен жарғышты анықтау ісімен де айналысуда. Және осы сәтте хатшыдан келген хабарда осымен 15 күн бойы оның қабылдауында қытайлық күтіп отырғандығын айтады. Бастық Куангқа іске кінәсі бар дегендердің барлығын іздеп жатқандығын жеткізеді. Сөздерінен басын изеп отырып, пакетінен алып шыққан қомақты ақшаны ұсынып, осының орнына ең болмағанда Ираның бір адамын айтуды өтінеді. Бірақ бастық келіспейді және де екеуі осы жерде үйді-үйге тарқасады. Кешкісін үйінде Куанг теледидардан Лиамның сұхбатын көріп отырып, сол арқылы оның бұрындары Ира тобының мүшесі болғандығын және де осындай тірліктерге бұрындары барғандығын түсіне бастайды. Бөлмеге кірген Лен атты Куангтың жұмысшысы оған тамақ ұсынады. Келесі күні Лиамның хатшы қызы онымен байланысқа қытайлық бір адам шыққысы келетіндігін хабарлайды. Екеуінің телефонмен сөйлесуі бастала салысымен Куанг салған беттен қызының өліміне кім кінәлі екендігін сұрайды. Ал Лиам бұл істі кім істегендігін білмейтіндігін жеткізеді. Ал Куанг даусын көтеріп айтуын бұйырады. Осыдан соң Лиам басып тастайды. Кадр Куангтың үйінде отырып, өткен өміріндегі жақын адамдарының фотоларын өртеп отыр. Себебі енді өткенді есіне алмас үшін. Ал бөлмеге кірген Лен Куангтың стресі қайтып оңалғанша қамқор болатындығын айтады. Кейін Куанг оған мейрамханасының құжаттарын беріп, ендігі оның иесі Лен екендігін айтып кетіп қалады. Куанг болса түнделетіп дүкендерге соғып, керек заттарын алып, көлігінің сыртынан басқаша бір қаптамамен орап тастайды. Бірнеше күннен соң Куанг көлігімен бірге Ирландияға келеді. Лиамның жұмыс орнына азық-түлікпен жеткен ол және онымен кездесуді сұрайды. Күзетші оны шығарып жібергісі келеді, бірақ бөлмеден шыққан бастық оны қабылдау шешеді. Кабинетте болған әңгімеде Куанг тағы да Ира адамдарының атын айтуды сұрайды. Бірақ Лиам өзінің Ирадан шыққандығына 30 жыл болғандығын айтып, енді олармен мүлде қатысы жоқ екендігін жеткізеді. Ал Куанг болса, егер сол жарылыс кезінде өзіңнің қызың қайтыс болса, қайтер едің деп сауал тастайды. Ол кетіп ғимарат ішіндегі әжетханаға кіріп, бөтелкелерден шағын бомба жасайды. Куанг ғимараттан келген соң бірер сәттен кейін жарылыс орын алады.
Бұл жарылыстан ешкім зардап шекпеді, ал Лиам бұл істі кім жасағандығын және де бұл оған жасалған ескерту екендігін білетін. Сол себепті тергеу полицейлеріне еш шу көтермей мәселені жай ғана газдан шыққан ақау ретінде жаба салу ұсынады. Сосын Куанг онымен байланысқа шығып, тез арада кінәлерді табуды бұйырып тұтқан қояды. Лиам өзінің қызметшісі Шон Моррисонға хабарласады және де Ирландияға келуін тапсырады. Айта кетсек, бұл жігіт бұрында әскери адам болған. Келесі күні Куанг дүкеннен алған химиялық заттарын пайдаланып кезекті бомбасын дайындауда. Автокөлік тұрағында Лиам және де оның күзетшісі көлікке отыру кезінде көлікке бірінші отырған Лиамды күзетшісі тоқтатады, себебі көлікте бомба бар еді және де көліктен есімдер деп жазылған қағаз табылады. Бірақ көлікті тексеру кезінде жарылғыш бомба жай ғана қорқыту мақсатында жасалғандығын анықталады. Ал Лиам болса қаладағы жалға берілетін барлық үйлерді тексеріп, Куангтың орналасқан үйін табады. Оның үйіне келген Лиамның баскесер жігіттері Куангпен төбелесе кетеді. Бірақ бұлар Джеки Чанмен жиһаз бөлмесінде төбелесуге болмайтындығын ұмытқан ау шамасы. Куанг бұларға көп күш жұмсап, әупіремдеп жүріп, әрең дегенде жеңеді. Кейін өзі бұл жерден тайып тұрады. Ал Лиам болса кәсіпқой күзетшілердің шалдан таяқ жегеніне таң қалу үстінде. Ал оның айғайын естіген әйелі Лиамнан бұл не екендігін сұрайды. Күйеуі болса киімін жинауды тапсырып, қала сыртындағы жасырын бір үйге баратындығын айтады. Осы кезде Нью-Йорктан оның қызметшісі Шон келіп қалған екен. Оны қабылдауда Лиам жігітке Лондонға барып, Ричард Бромлимен кездесіп, бірге Ира ұйымының адамдарының жарылысқа қатыстыларын табуды тапсырады және де бұл үшін қолыңнан келгеннің барлығын жаса дейді. Таңертең бұл Лиам жаяулатып өзінің жасырынып кездесетін әйеліне бара жатыр. Куанг болса оны бақылап жүр. Лиам мейрамханаға кіреді және де сол жерде Мэггиді сүйеді. Сәлден соң Куангтан олардың сүйіскендіктерінің фотосы келеді. Ал жан жағына қараса Куанг жоқ. Бұл уақытта Лондонда Шон Ричард Бромлимен кездесу үстінде. Шонның айтуы бойынша қазірде Ира мүшелерінің құпия сөздері өзгерген және де олар қандай да бір операция жасау барысында сол құпия сөзді пайдаланып бірін-бірі айқындайды екен. Ал Лиам болса әйелін алып қала сыртындағы ит өлген жердегі үйіне келеді. Өзінің ойынша бұл үйді ешкім таба алмайды. Тапқан күннің өзінде жан жағында топтасқан күзетшілерден ешкім өте алмайды екен. Ал бірақ оның ізін аңди келген Куанг орман ішінде заттарын жасырын оқшаулануда. Ал түнде үйдің аумағына байқатпай кіріп, бомбаны гаражға қойып, екі охрананы ұйықтатып кетеді. Лиам тағы да күзетшілер жіберуді сұрауда. Әйелі болса Лондонға қызының үйіне баратындығын айтып және де күйеуінің осындай бір сүмелек халге түскендігін ренішін білдіреді. Ал бұл уақытта Лондонда бір үйім бомба жасауда. Ал барда Лиамның ғашығы Мэгги мен журналист Ян Вуд отыр танысады. Таңертең мұнда тағы да бір жарылыс орын алып, бір күзетші жараланады. Лиамның адамдарының айтуынша Куанг орманда орналасқан. Оның адамдары орманға Куангты іздеуге барады. Ал орманда Куанг олардың назарын әдейі от жағып аудартады. Бірінен соң бірі оның жасаған тұзақтарына түседі. Ал күзеттің басшысы оның иығын жаралайды. Куанг оқиға орнынан кетіп қалады. Осыдан соң Лиамның үйінде оның адамдарының бірі Куангты ұстау үшін қу із кезуші керек деп айтады. Ал екеуінің ойына бірінші Шон келеді. Бұл уақытта Лондонның қонақ үйлерінің бірінде Мэри макияж жасап отыр екен. Кейіннен есік қағысы естіліп үйге Шон келеді. Одан соң бұл екеуінің бірін-біріне деген махаббат ашылып жүргендігі белгілі болады. Бұларды Лиамның хабарласуы тоқтатып жібереді. Ол осы сөздерінде Куангтың шабуылдарын айтып, осы іспен Шонның айналысуын тапсырады. Кейіннен Шон Мэри мен олардың жоспарлар және де құпия сөз жайлы әңгіме болады. Айта кетсек, Мэридің Лиамды сатып кетуіне себептердің бірі оның ағасының өліміне кек алмауы екені. Орманда бұл кезде Куанг иығынан алған жарақатына отқа қызған пышақпен басу арқылы емдеп жерге құлайды. Кейін есіне Англияға босып келе жатқан кезіндегі кіші қызын қарақшылар өлтіруі келеді. Ал Лиам болса Куанг жайлы тың мәліметтермен танысады. Оның кезінде ішкі барлау бөлімінде жұмыс жасаған өз қатарларында ең мықты жауынгер болғандығын біледі. Ал оған келген Иранның мүшесі Хьюман Лиамның үйіне мұншама көп жарылыс жасалуына өзінің тым мейірімді болуы себепкер екендігін, әйтпесе кезінде Лиамның мұндай жарылыстар ұйымдастырғанын айтады. Ал Лиам болса ашуланған күйі ендігі Британия мен Ирландияның татуласу үшін барлық жағдайды жасайтындығын айтады. Лиам бөлек бөлмеге кірсе, итінің арқаны кеңге салынып, ессіз жатқанын көреді. Ал Куанг бұрыштан пайда болады.
Ал екеуінің арасындағы диалог кезінде иттің өлмей жай ғана ұйықтап жатқандығы белгілі болып, Куанг қайта ер адамдарының есімдерін сұрайды. Лиам болса қайта ақталып ештеңе білмейтіндігін айтады. Куанг болса бір шапалағын беріп, сенің 24 сағатың бар деп айтады. Бұл уақытта Лондонда Лиамның ғашығы шыққан автобустан жарылыс орын алды. Бромли болса Лиамға хабарласып, бұл жолы жарылыста Ира ешқандай құпия сөз қолданбағанын айтып толданады. Лиам болса бұл ақпараттың сыртқа таралғандығын біліп, осыны білетін тек екі адам бар екендігін айтады және де осы істі реттеуге уақыт беруін өтінеді. Осыдан соң келген Лиамның күзетшісі Лондонда оның әйелін бақылауға алғандығын және де оның Шонмен болған кездесуін содан соң Хьюма мырзаға хабарласқан баяндайды. Кейін Шон Куангты іздеуге орманға кірісіп кетеді. Ал террористер болса ноутбуктың аккумуляторына бомбаны орналастырып қояды. Ал Бромблидің командасы мейрамханада болған жарылыстарға кінәлілерді табады. Сол күнгі фото мен видеолардың барлығында қарап, Ланкастердің Хьюма мырзамен кездескендігін анықтайды. Бромли тез арада Лиамға хабарласып, осы істердің барлығының артында Хьюманың тұрғанын айтып, ол ендігі жарты сағатта Лиамның үйіне келетіндігін, сол кезде оның тұтқындау керектігін айтады. Ал Лиам болса Хьюманды жеке бөлмесіне алып, оның тізесін атып басқа бір әріптестерін ұстап беруге мәжбүрлейді. Олардың әріптестерінің арасынан ғашық әйелі Мэггидің де атын естіген соң, Хьюман ол әйелді әдейі Лиамға жібергендігін айтады. Ал Лиам оның екінші тізесін оқпен тесіп жібереді. Ал оның ғашығы бұл кезде журналист жігітпен жатыр. Ол ваннаға кеткен кезде қыз оның ноутбугының батарейкасын ауыстырып тастайды. Ормандағы жағдайға келсек, Шон әйтеуір Куангты тапты. Екеуінің араларында төбелес туып, Куанг Шонды тұтқындайды. Шон болса оған террористердің атын айтып береді. Және де осы ісінің арқасында бостандық алады. Ал кейін Лиамның үйінде Шонның не істеп жүргендігі айтылып, Лиамның қатыны Шонды пайдаланып құпия сөзді Хьюманға айтқандығын жеткізеді. Лондонның полицейлері террорлар отырған ғимаратты бақылауға алуда. Бірақ олардан бұрын үйге еніп кеткен Куанг бар еді. Ол газ жөндеуші кейпінде кіреді. Кейіннен олар Куангтың сумкасынан қару тауып атыс басталды. Куанг олардың барлығының көзін құртып, тек Лиамның ғашығы Мэггиді өлтірмей тастап кетеді. Оқиға орнына келгенде полицейлер тірі Мэггиді ұстап тергеу арқылы бомбаның аэропортта 20 минуттан соң жарылатындығын біледі. Ал осы уақытта ештеңеден хабарсыз журналистердің қолындағы ноутбукта бомба бар екендігін білген полицейлер оны алып қашып бос аймаққа лақтырып жарып жібереді. Жарылыстан ешкім зардап шеккен жоқ. Операция аяқталғандығы хабарланған соң, ендігі Мэггидің ешкімге қажеті болмай оны атып тастайды. Кейіннен Куангқа іздеу салынып іс жүреді. Ал Шон болса Лиамның әйелін атып тастайды. Ал Куанг Мэггиді Лиамның және де террорлардың жанында көргендіктен, оның да террорлармен байланысы бар деп ойлап қалып, онымен кездеседі. Ал Лиам болса қыздың өзі оны пайдаланғанын жеткізіп құтылады. Бірақ оған жаза ретінде бұл екеуінің фотосын интернетке салады. Куанг болса барлық шаруасын тындырып үйіне оралады. Лондондық Бромблидің командасы оның үйіне қойылған камера арқылы оны табады. Бірақ Бромблидің өзі оны ұстауға келіспей жайына жібереді. Лиам болса үйге оралған. Куангты көріп қатты қуанады. Осылайша жат елдік фильмнің шолуы соңына жетті. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық. Амандықта жүздескенше аман сау болайық.